Жеті ереже. Бірінші айна ережесі. Мені қоршаған адамдар менің айнам. Олар менің жеке тұлғамның өзімде онша сезіне бермейтін ерекшеліктерін көрсетіп тұрады. Мәселен, маған біреу арсыздықпен тиіссе, демек мен оған солай етуге мүмкіндік бергенім. Демек, мен соны қалаймын. Егер біреу мені қайта алдай берсе, мен кез келген адамға сене салатын болғаным. Сондықтан ешкімге ренжитін жөнім жоқ. Таңдау ережесі. Менің өмірімде болып жатқан нәрсенің бәрі менің өз таңдауымның нәтижесі екенін мен сезінемін. Егер бүгін мен жабырқаңқы, көңілсіз адаммен аралассам, демек менің өзімнің көңіл күйім жабырқаңқы, жалықтыратындай болғаны. Жаман және мейірімсіз адамдар болмайды, бақытсыз адамдар болады. Мен олардың уайымдарын қазбаласам, ол маған ұнайтын болғаны. Демек, ешкімнен ештеңе талап етуге хақым жоқ. Өзімде болып жатқанның бәріне өзім себепкермін. Тағдырымның авторы және жасаушысы өзіммін. Үшінші, қателік ережесі. Мен қателесуім мүмкін деген оймен келісемін. Менің пікірім мен іс-әрекеттерімді басқа адамдар ылғи да дұрыс санай беруі тиіс емес. Нақты өмір тек ақ пен қарадан тұрмайды. Онда жарығырақ сұр және көмескілеу ақ түстерде бар. Мен идеал емеспін, жай ғана жақсы адаммын. Мен де қателік жіберемін. Бастысы қателікті мойындау. Дер кезінде түзету. Төртінші, сәйкес келу ережесі. Мен неге сәйкес келсем, неге лайықты болсам, соны иеленемін. Аз да емес, көп те емес. Бұл адамдармен қарым-қатынасқа да, жұмысқа да, ақшаға да қатысты солай. Егер мен бір адамды бар жан тәніммен сүйе алмасам, одан мені шын сүй деп талап етуім жөнсіз болар еді. Демек, менің барлық талаптарымда мағына болмайды. Және де сонымен бірге мен өзім жақсы жағына қарай қалай өзгерсем, мені қоршаған адамдар да солай өзгереді. Бесінші, маған ешкім ештеңе қарыз емес. Өмірде қолымнан келгендердің барлығына ешбір қайтарымсыз жәрдем беру қолымнан келеді. Бұл маған қуаныш сыйлайды. Қайырымды болу үшін күшті болу керек. Күшті болу үшін өзіңнің барлығында жасай алатыныңа сенімің болуы тиіс. Ал мен сенемін, бірақ жоқ деген сөзді де айта білу керек. Алтыншы, қатысу ережесі. Мен осында және қазір тұрмын. Өткен өтті. Өйткені әрбір келген секундпен бірге осы сәт келіп кіреді. Болашақ жоқ. Өйткені ол әлі жоқ. Өткенге байланып қалу депрессияға ұшыратады. Болашақ үшін уайымдау, қобалжу туғызады. Мен бүгінгі күнмен өмір сүргенде нағыз өзіммін. Қуануға осының өзі себеп. Оптимизм ережесі. Біз өмірде бір-бірімізбен ұрысып жүргенде ол өтіп кетері сөзсіз. Сондықтан бүгінгі игіліктерден қуат алған жөн. Көз көреді, құлақ естиді, аяқ сау, жүрек соғып тұр. Жаным рахатта. Бұл күнімнен жаманырақ жағдайда болуым да мүмкін еді. Ендігісі өзіме байланысты.